Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін бізде математика негізі тақырыбы 0 және 1 саны мен цифры. Қарашы, тиынның отбасы қысқаға санарақлақтарды жинап жатыр. Әкесі 9 санарақлақтарды жинап алды. Ал анасы 7 санарақлақты жинап алды. Ал кішкентай тиын санарақлақтарды жинай алмады. Оның себебіне қарашы, ол бос екен. Математикада бос жоқ демейді. Оны 0 саны мен цифрымен белгіленеді. Қарашы, 0 саны неге ұқсайды? Тоқашқа, құтқаратын шеңберге. Сен өзің ойлап көр, 0 саны тағы неге ұқсайды? Айтып берші. Бірден бірді алып тастасақ, ештеңе қалмайды. Математикада ештеңе деп айтпайды, ол 0 санымен белгіленеді. Сандық сәуледе 0 саны 1 санның алдында тұрады. Демек, кез келген санның сол санды азайтсақ 0 шығады. Түлкі 2 қалтасына кәмпитті салмақшы еді, бірақ барлық 5 кәмпитті бір қалтасына салып қойды. Қалай ойлайсың? Түлкішекте неше кәмпит бар? Дұрыс, 5 кәмпит. Неге солай болды? Өйткені екінші қалтасында 0 кәмпит салды. Демек, ештеңе жоқ. Ендеше 5 қосу 0 тең 5 болады. Қанеке, ауыстырып көрейікші бөліктерін. Сен қалай ойлайсың? Егер түлкі басқа қалтасына 5 кәмпит қойса, жалпы саны өзгере ме? Әрине жоқ. Демек, 0 қосу 5 тең болады 5. Содан қорытынды жасауға болады. 0 санын басқа сандарға қоссақ, сол сан шығады. Жарайсың. Неге бір серкіп алайық? Балалар, қанеке суретке назар аударайықшы, бұл қандай сан? Дұрыс, 1 цифры. Заттарды саны 1 саннан басталады. Келесі бейнероликке назар аударамыз. 1 сан оқып үйренеміз. Мынау 1 бұтақ. Математикада 1 зат 1 цифрымен белгіленеді. Мысалы, 1 алма, 1 домар. 1 саны натурал сандардың ең кішісі. Осы 1 санның сандық сәуледе белгілейік. Бір зат бейнелеген суретті тап, мұқият қарайық. Құты, кірпі, қолшатыр, ағаш, алмұрт, дабыл, сырша. Жарайсың. Суретке назар аударайық. Қане, қай суретте қате белгіленген? Дұрыс, саңырау құлақ және жаңғақ. Жарайсың, балақай. Келесі суретте қуыршақ қанша, ал машина қанша?
Дұрыс, 1 машина, ал қуыршақ 5. Келесі суретке назар аударайықшы. Бұл жерде қызыл алма қанша, ал алмұрт қанша? Дұрыс, 1 алмұрт, көп алма. Балалар, мен сендерге тапсырма бергім келіп тұр. Бөлмедегі бір санына сәйкес заттарды ата. Оны тапса, қасындағы үлкен адамға айтып бер. Ал екінші тапсырма, ақ қағазбен түрлі қарындаштарды алып, 1 сары дөңгелек, көп қызыл дөңгелектерді салып боя. Қош сау болыңыздар.